Тәуекел хан тақырыбы. Кеше біз сіздермен бірге Хақназар хан тақырыбын өткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыпты ары қарай жалғастыра отырып, біз Тәуекел хан тақырыбын өтеміз. Бұл ұлттық тестілеу орталығы бекіткен тақырыптар тізімінде бар. Сіздер үшін барынша пайдалы, жақсы болады деп ойлаймын. Сіздерге қаңтар роботыдан осы Тәуекел хан тақырыбына қатысты сұрақтар келсе, шатаспай жақсы жауап бере аласыздар деп ойлаймын. Ал онда бастасақ. Ama менен амандасам десеңіздер, лайк бассаңыздар болады. Солай қабылдасақ болады. Сонымен бірінші сұрақ. Хақназар ханнан кейін билікке келді. 1. Жәңгір, 2. Шығай, 3. Тәуекел, 4. Есім. Қайсысы болады? Мына жақта мен сіздерге оңай болу үшін 1, 2, 3, 4 деп цифрмен оқимын. Солай цифрын жазсаңыздар да болады, чтобы сіздерге де ыңғайлы болу үшін. Ал мына жақта бір деген оқушылар да бар екен. Бұл жерде дұрыс жауап болады оқушылар. Хақназар ханнан кейін билікке бізде Шығай хан келді. Өйткені Хақназар хан 1580-де қайтыс болады. Сол қайтыс болғаннан кейін таққа отыратын Хақназардың ұлдары қалмайды. Сәйкесінше сол кезде Жәнібектің ұрпағынан 80 жастағы Шығай хан таққа отырған болатын 1580 жылы. Келесі, Шығай сұлтан кім? 1. Жәнібектің шөбересі, 2. Керей ханның ұлы, 3. Қасым ханның ұлы, 4. Жәнібектің немересі. Енді бұл жерде Керей ханның ұлы бұл бұрындық. Оны білесіздер. Керей ханның ұлында бұрындықтан басқа ешкім айтылмайды. Сол себепті бұл вариант емес. Қасым ханның ұлы жаңағы Хақназар, Тахир, Бұйдаш дегендер. Бірақ Шығай деп айтылмайды. Демек, бұл жерде Жәнібектің шөбересі ме, Жәнібектің немересі ме? Бұл жерде дұрыс жауап болады оқушылар. Жәнібектің немересі. Жәнібектің немересі деп айтқан оқушылар бар ма екен бізде? Бізде дұрыс жауабы не? 4-ші. Өкінішке жауап бермепсіздер, жарайды. Бұл жерде дұрыс жауабы Шығай сұлтан Жәнібектің немересі болып табылады. Келесі. Шығай хан туралы деректер қалдырған кім? 1. Қадырғали Жалайыри, 2. Мұхаммед Хайдар Дулати, 3. Ибн Рузбихан, 4. Махмуд Қашқари. Ал қайсы деп ойлайсыздар? Давайте жазамыз. Бұл енді мына жерде 4 деп жатқан оқушылар бар екен. Бұл жерде қараңыздар, Махмуд Қашқари емес оқушылар, өйткені Махмуд Қашқари бұл Қарахан мемлекетінің өмір сүрген уақыты бар ғой, примерно шамамен сол уақытта өмір сүрген адам бұл. Қарахан мемлекетінің өмір сүрген уақытында өмір сүрген адам Махмуд Қашқари. Махмуд Қашқари көбінесе орта ғасырдағы тайпалар туралы жазған. Яғни Шығай ханға оның қатысы жоқ. Бұл жай ғана сіздерді шатастыру үшін жазылған вариант. Ибн Рузбихан. Ибн Рузбихан бізде бұрындық хан туралы жазған. Яғни бұрындық ханды мақтап жазған адам бұл Ибн Рузбихан. Сосын келесі Мұхаммед Хайдар, немесе Қадырғали Жалайыри. Мұхаммед Хайдар Дулати бұл Қасым ханның кезеңінде, яғни Қасым хан өмір сүрген уақытта өмір сүрген адам, Қасым ханның өмірде көрген адам бұл кісі. Сондықтан Мұхаммед Хайдар Дулати көбінесе Қасым хан және де Қазақ ханның құрылуы туралы ғана жазған. Бұл жерде Шығай хан туралы сонда жазған бізде Қадырғали Жалайыри болып табылады. Келесі, Қадырғали Жалайыри Шығай хан туралы не деп айтты? 1. Көп әскер жиналғаны соншалық бүкіл дала салт аттылардан мұндай санана таршылық еткендей болды. Бұл біріншісі. 2. Ол аттарына мініңдер, жауға аттанамыз деп бұйырғанда жер қайысқан қол жиналды. 3. Жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған бүкіл дешті қыпшақтан қуатты әміршіге айналды. 4. Оның батырлығы туралы аңыз қазірге дейін халық жадында айтқан. Қайсысы болады деп ойлайсыздар? Давайте айтамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде көп әскер жиналған соншалық бүкіл дала салт аттылар мұндай саны таршылық еткенде болды деп, бұл Махмуд ибн Вали Әбілхайыр Шайбанидің Жетісуға жорығы туралы айтқан болатын. Яғни Әбілхайыр Шайбани жаңағы Керей мен Жәнібекті жазалау үшін Жетісуға жорыққа аттанады ғой. Соның жорығы туралы Махмуд ибн Вали айтқан болатын. Сол айтқан сөзінде осындай бір сөзі келтіріледі. Бұл Махмуд ибн Валидің сөзі. Екінші, ол аттарыңа мініңдер, жауға аттанамыз деп бұйырғанда жер қайысқан қол жиналды.
Болай мысалы Ибн Рузбек хан бұрындық хан туралы осылай мақтап айтқан болатын. Енді үшінші, жошы ханнан кейін ешкім жете алмаған бүкіл дешті қыпшақтағы қуатты әміршіге айналды. Бұлай деп бізде Мұхаммед Хайдар Дулати Қасым хан туралы айтқан болатын. Яғни Қасым ханды осылай деп ол мақтаған болатын. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл Қадырғали Жалайыр Шығай хан туралы не деп айтты? Ол оның батырлығы туралы аңыз қазірге дейін халық жадында деп айтқан. Яғни төртті таңдаған оқушылар жарайсыздар. Келесі, Тәуекел хан кімнің ұлы? 1. Хақназар, 2. Шығай, 3. Тахир, 4. Қасым. Қайсысы болады бұл жерде? Тәуекел хан кімнің ұлы? 2 ма дейді? Бұл жерде дұрыс жауабы 2 болады. Яғни Тәуекел хан бізде Шығай ханның ұлы. Жарайсыз, молодец. Келесі, Баба Сұлтанға қарсы шайқасқан қазақ сұлтаны кім? 1. Шығай, 2. Жәңгір, 3. Есім, 4. Тәуекел. Қайсы болады деп ойлайсыздар? Баба Сұлтанға қарсы шайқасқан қазақ сұлтаны. Шакир деген оқушымыз бар екен. Жарайсыз, молодец. Бұл жерде дұрыс жауабы болады Тәуекел. Келесі, Тәуекел Баба Сұлтанды жеңді қай жылы? 1. 1580, 2. 1582, 3. 1579, 4. 1598. Қайсысы болады бұл жерде? Қайсы деп ойлайсыздар? Тәуекел Баба Сұлтанды жеңді. Мына жерде қараңыз, 1598 емес, өйткені 1598-де Тәуекел хан өзі қайтыс болған болатын. Бұл емес. Енді 1579 жылы Баба Сұлтан Хақназардың 2 ұлын өлтіруге бұйрық берген болады. Демек, бұл емес. Сонда біз 2 вариант қалды. 1580-де Хақназардың өзі Хақназар хан қайтыс болған болатын, Шығай хан таққа отырған болатын. Сонда Тәуекел хан Баба Сұлтанды жеңді, бізде бір ғана вариант қалды, бұл 1582. 1582 деп айтқан оқушылар жарайсыздар. Молодец. Осылай деп мына жерде бізде Айша, Нұрай, Айдар деген және Ақниет деген оқушыларымыз бар екен. Жарайсыздар. Келесі, Тәуекел қазақ даласына қайтты қай жылы? 1. 1583, 2. 1582, 3. 1579, 4. 1598. Қайсы деп ойлайсыздар? Бұл жерде Тәуекел хан Бұхар хандығында жүреді. Ол кезде Бұхар хан Абдаллахпен достық туралы одақ жасалынады. Ол одақ Баба Сұлтанға қарсы жасалынған болатын. Содан кейін жаңа біз айттық, Баба Сұлтанды Тәуекел хан 1582-де жеңді. Сол жеңгеннен кейін енді Абдаллах пен Тәуекелдің арасында бір ортақ жау жойылды. Енді содан кейін Бұхар хандығынан Тәуекел хан Қазақ хандығын қайтып кетеді. Неге ол қайтады? Неге ол сол жақта жүре бермеді? Себебі қайтқан себебі ол Абдаллахтың достық ниетінен қауіптенді. Енді Абдаллах бұған дейін Баба Сұлтан тірі кезінде екеуінің ортақ жауы бар кезде достық ниетте болатын болса, ал одан кейін не болды? Одан кейін Баба Сұлтанды өлтіргеннен кейін бұлардың арасында уже достық деген нәрсе жойылды. Енді Абдаллах пен Тәуекелге бір конкурент, Сырдария қаласын жаулап алу конкурент сияқты болды. Сол себепті ол қазақ хандығына қайтқан болатын. Яғни Абдаллахтың достық ниетінен қауіптенді. Енді соны сұрап тұр. Тәуекел хан Бұхар хандығынан қазақ даласына қай уақытта қайтты? Қайсы деп ойлайсыздар? Жарайсыздар. Мына жақта дұрыс жауап беріп жатыр екен бізде. Ақниет жарайсыз, Нұрай жарайсыз, Нұрайлым, Айдар жарайсыз. 1583 жылы қазақ даласына қайтқан болатын. Келесі сұрақ. Тәуекел қазақ даласына қайту себебі қандай болды? Мен жаңа айтып кеттім. Ал 1. Баба Сұлтанмен одақтасу үшін, 2. Абдаллахтың достық ниетінен күмәнданды, 3. Ноғай ордасына шабуыл жасау үшін, 4. Қарақалпақтарды Арал бойынан ығыстыру үшін. Ал қайсы деп ойлайсыздар?
ал иә, жарайсыздар, молодец. Абдаллахтың достық ниетінен күмәндан. Осылай деп бізде Ақниет Шакир, Ақниет жарайсыздар, молодец. Және Нұрайлым да бар. Нұрайлым Айдар жарайсыздар, молодец. Келесі сұрақ. Тәуекел ханның сыртқы саясатының басты бағыты қандай болды? 1. Сырдария бойындағы қалалар, 2. Жайық бойындағы қалалар, 3. Ертіс бойындағы қалалар, 4. Мәуеннахрдағы қалалар. Ал қайсысы болады бұл жерде? Тәуекел ханның сыртқы саясатының басты бағыты болды. Иә, мына жерде дұрыс жауабы, яғни Сырдария бойындағы қалалар болды. Осылай деп айтқан бізде, бір деп айтқан Нұрай, Нұрайлым, Шакир, Ақниет жарайсыздар, молодец. Келесі. Тәуекел хан кіммен соғысты? 1. Сібір ханы Ибақпен, 2. Ораз Мұхаммед сұлтанмен, 4. Сібір ханы көшімен, 3. Сібір ханы көшімен, 4. Орыс патшасымен. Ал қайсысы болады деп ойлайсыздар? Тәуекел хан кіммен соғысты? Енді мына жерде подсказка ретінде айта кетейін. Сібір ханы Ибақпен соғысқан жоқ, өйткені Сібір ханы Ибақ ол Керей мен Жәнібектің тұсында өмір сүрген адам, және Ибақ хан мен Керей мен Жәнібек арасында достық қарым-қатынас жүрген болатын. Сосын мысалы орыс патшасы мен Тәуекел ханның арасында елшілік алмасқан болатын, демек олар соғысқан жоқ. Сонда екі вариант қалды. Енді сол кезде Ораз Мұхаммед сұлтан еді. Жалпы орыс патшасына Тәуекел ханның 1594 жылы елшілік жіберу себебінің бірі Ораз Мұхаммед сұлтанды тұтқыннан босату болды. Демек бұл да емес. Сонда бізде бір ғана вариантымыз қалды, бұл Тәуекел хан кіммен соғысты? Яғни Сібір ханы көшімен соғысқан болатын. Осылай деп айтқан, бізде үш деп айтқан. Ақниет жарайсыз, Нұрай жарайсыз, молодец. Келесі сұрақ. Тәуекел хан Мәскеуге елші жіберді қай жылы? Мен жаңа айтып кеттім. 1598, 1594, 1582, 1583 жыл. Қайсы болады деп ойлайсыздар? Жарайсыздар. Осы сразу тауып жатыр екенсіздер. Бізде бұл жерде дұрыс жауап болады 1594 жылы. Мына жақта Әділип деген оқушы, Нұрай деген оқушыларымыз, Ақниет, Шакир жарайсыздар, дұрыс. 1594 жыл болады. Келесі сұрақ. 1594 жылы Тәуекел ханның Мәскеуге жіберген елшілігінің мақсаты қандай болды? 1. Ораз Мұхаммед сұлтанды тұтқыннан босату, әскери одақ құру және отқару алу. 2. Абдаллахпен одақ құру. 3. Баба сұлтанға қарсы бірге күресу үшін. 4. Қарақалпақтар көтерілісін басу үшін. Ал қайсы деп ойлайсыздар? 1, 2, 3, 4. Баба сұлтанға қарсы бірге күресу бұл емес оқушылар, өйткені осылай деп Тәуекел емес, Хақназар хан мен Абдаллах екеуі одақ құрады Баба сұлтанға қарсы. Яғни Баба сұлтанға қарсы одақ құрылады, бұл Хақназардың кезінде болған болатын. Ол емес, сондықтан бізде бұл жерде дұрыс жауабы болады 1. Яғни Ораз Мұхаммед сұлтан тұтқыннан босату, әскери одақ құру және отқару алу болған. Келесі, 1594 жылы Мәскеуге жіберген елшіліктің нәтижесі қандай болды? 1. Бұхар хандығына қарсы шапқыншылық жасады. 2. Бірге Сібір хандығына қарсы күресті. 3. Орыс патшасы Тәуекелдің Сібір және Бұхар хандығымен өзі соғыса бергендігін қалады. 4. Қазақ хандығымен одақ құрды, яғни әскери одақ құрды. Баба сұлтан өліп қалды ғой уже. Дұрыс айтасыз, ол жерде жай сіздерді шатастыру үшін жазылған вариант болатын ол негізі. Ал қайсысы болады бұл жерде оқушылар? 4 па дейді, 3 па дейді. Бұл жерде оқушылар Мәскеуге жіберген елшіліктің нәтижесі,
яғни ол кезде Тәуекел хан не үшін елшілік жіберді? Ол Бұхар хандығымен күресу үшін елшілік жіберген болатын. Күрескен кезде бірге әскери одақ құрайық, яғни оның ішінде Бұхар және Сібір хандығымен күресу үшін орыс патшасымен бірге әскери одақ құрайық және сен маған от қару бер деген ұсыныс жіберген болатын. Соның ұсынысына орыс патшасы Сібір және Бұхар хандығы мен Қазақ хандығы өзің соғыса бер деді, бірақ қаласаң мен саған от қару беруге дайынмын деп айтқан болатын. Яғни Қазақ хандығымен әскери одақ құрудан бас тартты. Яғни бұл жерде дұрыс жауабы болады. Орыс патшасы Тәуекелдің Сібір және Бұхар хандығымен өзі соғыса бергенін қалады. Келесі 1597-1598 жылдары Тәуекел хан Ташкент пен Самарқан арасында соғысып жеңді кімді? 1. Баба Сұлтанды, 2. Сібір ханы көшімді, 3. Ташкент билеушісін, 4. Бұхар ханын. Ал қайсы деп ойлайсыздар? Давайте айтамыз. Ташкент пен Самарқан арасында соғысып жеңді. Бұл жерде бұл кезде Баба Сұлтан табыну жоқ, сол себепті бұны сызып тастайсыздар. Одан кейін Сібір ханы көшім дегенде Сібір ханы көшім емес, өйткені Сібір дегеніміз жалпы Қазақстанның солтүстігінде орналасқан жер ғой. Ал Ташкент пен Самарқан Қазақстанның оңтүстігінде. Демек, екі жақта да, сол себепті мынау да келмейді. Бұл жай сіздерді шатастыру үшін жазылған вариант. Енді екі нәрсе қалды. Бірақ Ташкент дегенде қараңыздар, бұл жерде не только Ташкент, Самарқан да тұр ғой. Тек қана Ташкент тұрған жоқ. Бұл жерде Самарқан деген нәрсе. Егер тек қана Ташкент соғысып жеңді десек, онда Ташкент деп айтсақ болады еді. Бірақ бұл жерде екі қаланың аты тұр. Сондықтан бұл жерде болады бұл Бұхар ханын. Яғни Бұхар хандығының құрамына Ташкент және Самарқан қалалары кірген болатын. Яғни 1597-98 жылдары Тәуекел хан Ташкент пен Самарқан қалаларына шабуыл жасап жеңген кезде Бұхар ханымен соғысып жеңген болатын. Бізде дұрыс жауап болады сонда 4. 4 деп айтқан оқушылар жарайсыздар. Шакир, Ахмет, молодец. Келесі, Тәуекел хан басып алды қай жерді? 1. Сарайшық, Сығанақ, 2. Чимгей, Тура, Түмен, 3. Сайрам, Ташкент, Түркістан, Әндіжан, Самарқан, 4. Тараз, Отырар. Жарайсыздар. Бұл жерде енді барлықтарыңыз шатаспай дұрыс жауап беріп жатырсыздар. Жарайсыздар. Бізде бұл жерде дұрыс жауабы болады. Ташкент, Сайрам, Ташкент, Түркістан, Әндіжан, Самарқан қалаларын басып алған болатын. Бұл Тәуекел ханның сыртқы саясатта белсенді саясаты болды. Келесі, Тәуекел хан қай қалаға шабуыл кезінде ауыр жарақаттанды? Яғни бұл 1598 жылдары бір қалаға шабуыл жасайды, сол кезде қатты жарақаттанған болатын. 1. Бұхара, 2. Самарқан, 3. Сығанақ, 4. Түркістан. Ал айтамыз. Қайсысы болады бұл жерде? Самарқан деп жатыр екенсіздер, бірақ бізде қараңыздар, жаңа бұның алдында біз тағы да бір сұрақтар болды ғой. Сол сұрақта Ташкент, Самарқан қалаларына шабуыл жасап, бұл қай ханды жеңді деген сұрақ болды, иә? Демек, шабуыл жасап жеңсе, демек ол қалалар жаулап алды деген сөз ғой. Демек, оған дейін жаулап алды. Ал бұл жерде ауыр жарақаттан деп тұр. Демек, онда Ташкент пен Самарқанда өткен сұрақта біз жаулап жеңіп алған болса, мына сұрақ келмейді. Сонда Сығанақ деген ол сол Қазақ хандығының қаласы болды онсызда. Иә, бізде Түркістан қалаларын жаңа жаулап алды деп айттық, жаңа өткен сұрақта вариантта айтылғанда Түркістан қаласын жаулап алған болатын. Сонда бізде бір ғана вариантымыз қалды, бұл Бұхара. Өйткені Бұхара қаласы өте мықты қала болған. Тәуекел хан соға Бұхара қаласына баратын жолда жаңағы басқа Ташкент, тағы да басқа қалалардың барлығын жаулап алып келеді. Именно осы Бұхара қаласына келген кезде Бұхара қаласы Тәуекел ханға тойтарыс береді. Сол тойтарыс берген кезінде Тәуекел хан қатты жарақаттанған болатын. Бұл 1598 жылы. Яғни Тәуекел хан қай қалаға шабуыл кезінде ауыр жарақаттанды? Бұл Бұхара.
бұхара деп бір деп айтқан оқушылар жарайсыздар. Келесі сұрақ. Тәуекел хан қайтыс болды қай жылы? 1. 1582, 2. 1583, 3. 1598, 4. 1594. Бұл жерде 1582-де ол Тәуекел хан Баба Сұлтанды жеңді. 1583-те Тәуекел хан тағына отырды, немесе қазақ хандығына қайтты. 1594-те Тәуекел хан орыс патшасына елшілік жіберді. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл Тәуекел хан қайтыс болды 1598 жылы. Яғни Бұхара қаласында шабуыл кезінде қатты жарақаттанады ауыр, содан кейін сол жарақаттан ары қарай қайтыс болған болатын 1598 жылы. Келесі. Бұхарамен бейбіт келісім жасаған Тәуекелдің ұлы. Ал 1. Хақназар, 2. Шығай, 3. Жәңгір, 4. Есім. Қайсы деп ойлайсыздар? Бұхарамен бейбіт келісім жасаған Тәуекелдің ұлы. Айтпақшы оқушылар, айта кетейін, егер осы квизді үйлеріңізде осы стрим аяқталғаннан кейін өздеріңіз тағы да шешкілеріңіз келетін болса, онда маған осы нөмерге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен алдында 8 бар, енді мынан 8 деген сияқты. Осы нөмерге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Скринді бассаңыздар болады. Сонымен, Бұхарамен бейбіт келісім жасаған Тәуекелдің ұлы. 1. Хақназар, 2. Шығай, 3. Жәңгір, 4. Есім. Енді бұл жерде Хақназар Тәуекелдің ұлы емес, ол түсінікті, бұл емес, бұны сызып тастаймыз. Шығай Тәуекелдің папасы, демек бұл да емес, мұны да сызып тастаймыз. Енді Жәңгір ма, Есім ба? Бірақ Жәңгір бізде Есімнен кейін хан тағына отырады ғой, демек Жәңгір емес. Сонда Тәуекел қайтыс болғаннан кейін хан тағына отырды, бізде Есім. Сонда получается кім болады? Бұл Тәуекелдің ұлы Есім. Келесі. Бұхарамен бейбіт келісім нәтижесінде қазақтар қай қаланы қайтарып берді? Яғни бұл жерде Тәуекел хан қайтыс болғаннан кейін Бұхарамен бейбіт келісім жасалынады. Сол кезде Тәуекел хан жаулап алған кейбір қалаларды қазақ хандығына қалдырылады да, кейбір қалалары сол Бұхар хандығына қайтарылып берілген болатын. Сол қай қаланы қайтарып берді? Қайсы деп ойлайсыздар? Давайте айтамыз. 1. Сайрам, 2. Түркістан, 3. Ташкент, 4. Самарқан. Ташкент немесе Самарқан дейді. Бұл жерде болады оқушылар, бұл жерде дұрыс жауап болады. Бізде Самарқан қаласын қайтарып берген болатын. Қалған қалаларды қазақ ханның құрамында қалды. Тәуекел ханның сыртқы саясатының жетістіктері қандай болды? 1. Сырдария бойында қалалардан айырылды. 2. Сырдария орта ағасындағы қалаларға қазақтар ие болды. 3. Тұрсын ханды жеңді. 4. Орыс патшасымен одақ құрды. Тәуекел ханның сыртқы саясаттағы жетістіктері. Қайсы деп ойлайсыздар? Сіздерге подсказка. Бұл Тәуекел ханның сыртқы саясатта басты мақсаты болған болатын. Және өмірінің соңында сол басты мақсатына қарай қадам жасап, сол аймақтағы көптеген қалаларды басып алды. Бұл оның сыртқы саясаттағы жетістігі болды. Енді сіздерде ой келуі мүмкін, орыс патшасын одақ құрдым. Одақ құрған жоқ, тек қана орыс патшасына елшілік жіберді, одақ құрайық деп. Одақ құрайық деп елшілік жіберген, яғни оның Тәуекел ханның ожиданиясы орыс патшасымен одақ құру болған, Сібір және Бұхар хандығына қарсы. Бірақ реальності қандай болды? Реальності орыс патшасы одақ құрудан бас тартты да, тек қана от қару беруге дайын екендігін айтқан болады. Демек, бұл вариант емес. Одан кейін Тұрсын хан бізде Есім ханның кезінде болған адам, бұл да емес. Бұл жай ғана сіздерді шатастыру үшін жасалған вариант. Енді сонда екеуі ғана қалды. Қайсысы болады бұл жерде? 1 ма, 2 ма? Жарайсыздар. Осы сіздер дұрыс тауып жатсыздар. Мына жақта Ақниет Сланбекова деген оқушыларымыз, Нұрай және Нұрайлым жарайсыздар. Сырдарияның орта ағасындағы қалаларға қазақтар ие болды. Келесі. Қай хан тұсында орыс патшасымен байланыстар жалғасты? 1. Тәуекел, 2. Керей, 3. Бұрындық, 4. Тахир.
Ал айтып беріңіздер, қайсысы болады бұл жерде? Айтамыз. Мысалға, Керей қазақ хандығының алғашқы ханы болды. Ол кезде әлі орыстармен байланыс әлі жасалынған жоқ еді. Демек, бірінші Керей емес, иә? Бұрындық хан осы Керей ханның саясатын ары қарай жалғастырды, яғни Керей Сырдария қаласы үшін соғысса, Бұрындық соны ары қарай жалғастырған болатын. Бірақ Бұрындық ханның кезінде орыс патшасымен бізде байланыс орнаған жоқ. Орыс патшасымен ең алғашқы байланыс бізде Қасым ханның тұсында орнады. Одан кейін Тахир. Қасым ханнан кейін ары қарай бізде Мамаш хан отырады, Мамаштан кейін Тахир отырады, Тахирдан Бидаш отырған болатын. Тахир осы Қасым ханның ұлы. Бірақ Тахир өте қатал билеуші болғандықтан, оны жаңағы Мұхаммед Хайдар Дулати сипаттайды, өте қатыгез, ешкімге сенбейтін адам болған деп айтады. Және оның кезінде қазақ хандығы одан сайын әлсіреп кеткен болатын. Ол кезде біреумен орыс патшасымен байланыс орнатпақ түгілі қазақ хандығы әлсіреп кеткен болатын. Демек, бұл вариант емес. Сонда бізде бір ғана вариант қалды, бұл Тәуекел хан. Яғни 1594 жылы Тәуекел хан орыс патшасына елшілік жібереді. Бұл яғни орыс патшасымен байланыстың жалғасқандығын көрсетеді. Яғни Қасым ханның тұсында басталған жаңағы орыстармен елшілік алмасу осы Тәуекел ханның тұсында да әрі қарай жалғасқан болатын. Келесі, Бұхарамен бейбіт келісім нәтижесінде қазақ хандығының құрамында қалды қай қалалар? 1. Түркістан, Ташкент, Сайрам. 2. Самарқан. 3. Бұхара. 4. Сарайшық және Сығанақ. Ал айтамыз. Бұрындық емес пе? Бұрындық емес. Орыс патшасымен Бұрындық орыс патшасымен елшілік алмасқан жоқ оқушылар. Бұрындық ханның кезінде орыстармен бізде байланыс болған жоқ. Орыстармен ең алғашқы байланыс бізде Қасым ханның тұсында басталған болатын. Жарайсыздар, мына жақта уже дұрыс тауып жатсыздар. Бізде Сарайшық деген бізде жалпы батыс Қазақстанда орналасқан қала, Бұхара деген бізде оңтүстік Қазақстанда мүлдем сәйкес келмейді. Сығанақ дегеніміз бұл қазақ хандығының жаңағы өзінің қаласы болды. Бұхараны жаңағы басып ала алған жоқ, иә? Бұхараның түбінде жаңағы жарақаттанды, басып ала алған жоқ. Самарқанды бейбіт келісім нәтижесінде қайтарып берген болатын. Сонда бізде бір ғана вариантымыз қалды, бұл Бұхарамен бейбіт келісім нәтижесінде қазақ ханның құрамында қалды, бұл Түркістан, Ташкент, Сайрам. Бір деген оқушылар Ақниет, Шакир, Нұрайлы жарайсыз. Келесі, 1598 жылы Бұхара түбінде ауыр жарақаттан қайтыс болған хан. 1. Жәңгір, 2. Тәуекел, 3. Гесім, 4. Шығай. Қайсысы болады? Давайте айтамыз. 1, 2, 3, 4. Кім? Давайте оқушылар кезде жасай. Қайсысы болады? Жарайсыздар. Я. Мына жақта Шакир Сланбекова, Нұрайлым жарайсыздар. Молодец. Бұл жерде дұрыс жауап болады Тәуекел. Келесі сұрақ. Сібір ханы көшімнің елігіндегі жерлер қазақ хандығының құрамына қосылды қай ханның тұсында? 1. Бұрындық ханның тұсында, 2. Керей ханның тұсында, 3. Тәуекел ханның тұсында, 4. Тахир ханның тұсында. Енді қараңыздар, көшімнің елігінде жерлер қазақ хандығының құрамына қосылу үшін сол адаммен соғысу керек. Демек, Сібір ханы көшімен біз жоғарыда кім соғысып еді? Жоғарыда сұрақтарда біз айтқан болатынбыз ол сұрақты. Я, жарайсыздар. Ақниет, Шакир, Сланбекова, жарайсыздар. Молодец. Я, Тәуекел ханның тұсында. Келесі сұрақ. Қазақ хандығының ықпалы ноғайлар мен башқұрт елінің шекаралық аймақтарына дейін таралды қай ханның тұсында? 1. Тәуекел ханның тұсында, 2. Керей ханның тұсында, 3. Бұрындық ханның тұсында, 4. Бидаш ханның тұсында. Қазақ хандығының ықпалы ноғайлар мен башқұрт елінің шекаралық аймақтарына дейін таралды. Бұл кезде бұл нені айтып тұр? Бұл жаңағы біз Тәуекел ханның тұсында Сібір ханымен соғысып, Сібір хандығының кейбір жерлері қазақ хандығына қараған болатын. Енді Сібір хандығының кейбір жерлері қазақ хандығына қарағаннан кейін қазақ хандығының территориясы кеңейді. Кеңейгеннен кейін демек сол Сібір жақта кішкене ноғайлар мен башқұрттар бар ғой, біз оларға жақын келдік. Демек жақын келе отырып жаңағы ноғайлар мен башқұрт елінің шекаралық аймақтарына да қазақ хандығының жаңағы влияниясы, ықпалы осылай тараған болатын. Сонда қай ханның тұсында тарады бұл? Әрине, жарайсыздар, дұрыс айтасыздар, Тәуекел ханның тұсында. Келесі,
16 ғасырдың соңы, яғни 1500-дің соңында мен одан кейінгі кезеңде қазақ хандығының күшеюі кімнің ұрпақтарының есімімен байланысты? 1. Бұйдаш хан, 2. Тахир хан, 3. Хақназар хан, 4. Шығай хан. Бізде мына жерде Бұйдаш, Тахир, Хақназар дегеннің барлығы Қасым ханның ұлдары. Қайсы болады бұл жерде? Мына жерде Хақназар деген бар екен деп айтқан оқушы бар екен. Бұл жауап мүлдем келмейді оқушылар, өйткені Хақназар мықты хан болды, бірақ 1579 жылы Баба Сұлтан Хақназардың 2 ұлын өлтіруге бұйрық береді. 1580 жылы Баба Сұлтанның адамдары Хақназардың өзін және оның отбасын өлтірген болатын. Сонда осыған Хақназарға байланысты бір мынандай ақпарат келтіреді. Оның ұрпақтары бұдан кейін билік етпеді дейді. Өйткені Хақназардан кейін таққа отыратын Хақназар ұрпағы қалмай қалды. Өйткені Баба Сұлтан оның барлығын қырып жойған болатын. Таққа отырған Хақназар ұрпағы болмағандықтан Жәнібектің басқа ұрпақтарын іздей келе, сол кезде Хақназар хан қайтыс болғаннан кейін Жәнібектің ұрпағы Шығай хан отырған болатын. Бірақ Шығай хан бізде Хақназардың ұлы емес, ол Жәнібектің немересі болды. Сонда бұл жерде дұрыс жауап болады. Соғыстан Шығай ханнан кейін жаңағы бізде хан тағына Тәуекелден кейін жаңа Есімнен кейін Жәңгір, осылардың барлығы Шығай ханнан тараған ұрпақтар болған. Келесі, Тәуекел хан 16 ғасырдың соңында, яғни 1500-дің соңында Сырдария бойы қалалар үшін күрес жүргізді. Кіммен? 1. Орыс патшасымен, 2. Ноғай ордасымен, 3. Сібір ханымен, 4. Бұхар ханымен. Енді біз білеміз, орыс патшасымен елшілік алмасты. Ноғай ордасымен Тәуекел арасында андай соғыс деген сияқты ақпараттар айтылмайды. Бұл жай ғана сіздерді шатастыру үшін жазылған вариант. Сібір ханы көшіммен соғысты, бірақ Сібір ханы көшімден Сібір деген атының өзі айтып тұр ғой. Сібір хандығы бізде Қазақстанның солтүстік жағында орналасқан. Ал бізден сұрап тұр Сырдария, яғни Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан Сырдария. Сонда Сырдария бойы қалалар үшін күрес жүргізді. Кіммен? Бұл әрине Бұхар ханымен. Бұхар деп айтқан оқушылар Шакер жарайсыз, Ахниет жарайсыз. Келесі, Тәуекелге от қару беруге дайын екендігін айтып, бірақ одақтастық әрекеттерге уәде бермеген мемлекет. 1. Ресей, 2. Бұхар, 3. Сібір, 4. Ноғай ордасы. Қайсы деп ойлайсыздар? Тұрсынмен бері дейді. Сланбек, менен сұрап жатсың. Жалпы Тұрсын хан бұл Есім ханға қатысты ақпарат. 1613 жылы Тұрсын хан Есім ханға қарсы шыққан болатын. Бұл Есім хан тақырыбында айтамыз біз Тұрсын хан туралы. Ал Тәуекел хан тақырыбында Тұрсын хан туралы ақпарат айтылмайды. Бұл Тұрсын Есім ханмен байланысты адам. Сонда бізде бұл жерде Тәуекелге от қару беруге дайын екендігін айтып, бірақ одақтастық әрекеттерге уәде бермеген мемлекет бұл Ресей. Келесі сұрақ. Тәуекел хан билік құрды қай жылдары? 1583-1598, 1, 2, 1538-1580, 3, 1511-1518, 4, 1518-1522. Ал айтшы беріңіздер, қайсы болады? Енді қарасаңыздар, 1518-22-де бізде бұл Қасым ханның хан тағына Мамаш хан отырады. Бұл Мамаш ханның билік құрған уақыты. 1511-1518 бұл Қасым ханның билік құрған уақыты. 1538-1580 бұл Хақназар ханның билік құрған уақыты. Сонда бізде бір ғана вариантымыз қалды, бұл 1583-1598. Яғни Тәуекел хан осы уақытта билік құрған болатын. Сланбекова, Ахниет жарайсыздар, молодец, Нұрайлым жарайсыздар. Осылай. Осымен оқушылар бізде бүгінгі тақырыбымыз Тәуекел хан тақырыбы болған. Тәуекел хан тақырыбына қатысып біз 30 сұрақты талдадық және 30 сұрақтың 30-на да дұрыс жауап